Жаңғырхан ұрпақтары волонтерлық қозғалысы 2018 жылы құрылған болатын. Негізінен ұйымда 92 ерікті бар. Алайда өңірімізде орын алып жатқан табиғи апатқа байланысты еріктілер саны күннен күнге артуда. Біздің ұйым көптеген университетіміздің және Орал қаласында ұйымдастырылып жатқан шараларға белсене қатысуда. Соның бірі облыстық отбасы үлгісіндегі балалар үйін қамқорлыққа алып, ай сайын кішкентай бүлдіршіндерге қызықты ойын ұйымдастырып, уақытымызды соларға арнаудамыз. Және жылы жүрек акциясы барысында Орал қаласының тазалығын сақтап жүрген аға-апаларымызға ыстық тамақ, қасиетті Рамазан айында ораза ұстаған жандарға ауызашар таратамыз. Ал қазіргі сәтте облысымызда туындап жатқан табиғи апатқа байланысты біздің еріктілер күні-түні демей, уақытпен санаспай өз еріктерімен барынша көмек қолын созуда. Біздің еріктілердің барлығы бірдей белсенді. Олардың әрқайсысы өз жұмыстарын, өз ниеттерімен, өз еріктерімен орындайды. Сондықтан да біздің еріктілердің атқарылып жүрген жұмыстардағы еңбектері зор десем де болады. Жақсы ортамен бірге жақсылық жасағыңыз келсе, біздің Жаңғырхан ұрпақтары волонтерлық қозғалысы сіздерді қатарымызға қосылуға шақырамыз.